Армысыздар боксер қауым, бұл Open Ring YouTube арнасы. Ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк қойыңыз, сіздердің әр пікірлеріңіз маңызды. Біздің бүгінгі қонағымыз кәсіпқой бокста 3 жекпе-жек өткізген, жылт еткенде жоқ болған Берікбай Нұрымбетов. Берікбай, қош келдің бүгін. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Берікбай, бұлғары қолғабың қайда, шеге келіп тастадың ба, не істедің өзі? Тақырғы бойдан өткізгеннен кейін кішкене демалыстар болды, үзілістер болды, кішкене травма болды. Қолым ауырып кішкене. Негізі күндегі тренировка жасап, бабымда жүрмін деп айтамын. Ақырғы жекпе-жектің соңғысы. Содан 2016 жыл өтті, тамыз айында, е. Содан бері не істедің, не өзгеріс болды өмірінде? 2 жыл өтті. 2016-та соңғы рет Украинаның боксшысымен боксастым. Өте жақсы Кутс деген. Кәсіпқой бокста ол жақсы бой өткізіп екеуміз боксастық. Оны ұпай санымен жеңдім. Содан кейін тағы бойлар болу керек еді, но мен әуесқой боксқа оралуды жөн көрдім. Негізі әуесқой бокста кішкене арман болды, көрсетіп, тағы сборныйға ұлттық құрамаға кіремін деген ойда болдыңыз, тренермен ақылдасып. Кәсіпқой боксты кішкене қоя тұрып, Қазақстан чемпионатына қатысуды ойластырдық. 2017-те Қазақстан Республикасы чемпионаты Шымкент қаласында болды. Соған қатыстым. 2 бой өткіздім. Бірінші бой сол Нұртас Ажбенов деген қаз білесіздер, қазақ елін көтеріп жүр. Англияда профиға ауысты, ол кісі, сол кісімен боксастым. Ұпай санымен жеңіске жетіп, келесі бойда қаз білесіз, 64-те бірінші нөмір осы жылы бірінші нөмір болған Санатәлі Төлтаев деген жас боксшы. Жас боксшы, Маңғыстаулық. Маңғыстаулық. Сонымен боксасып, бірінші раундта қасымнан жарақат алдым. Қасымнан шығарылып, боксты тоқтатты сол ойынды. 2017 жылы енді әуесқой боксқа ауыстың. Былай айтқанда ұлттық құрамаға қайта оралу жайлы өзің жоспарың болды. Жақсы жоспар. Болып қалады деген ойда болдық. Бәрі де адамның айтқан бола бермейді ғой. Алланың қалауы, ол да бір дұрыс шығар деп ойлаймын. Содан кейін Қазақстаннан кейін кішкене демалдым 2 ай. Сонымен жүріп демалып, сосын тағы тренировканы бастадық, жай. Солай демалып, отбасы құрдым, үйлендім. Әуесқой боксқа ауысқанға, қайта ауысқанға өкінбейсің бе? Бұл қателік болды деп санамайсың ба? Әуесқой бокста минимум бір Азияны ұтып, мирді ұтып, кішкене Олимпиадаға барып келсе, одан кейін кәсіпқой боксқа ауысса жақсы деп ойлаймын. Негізі школа болып, өзінің мастерство дейді ғой, соны кішкене шымдап, одан кейін кәсіпқой боксқа боксатса, жақсы болады деп ойлаймын. Өзі фундаментпен былай, ретімен болған деп ойлаймын. Мысалы үшін шанс беріп тұрса, әуесқойда да әрекет жасап, болмаса кәсіпқойда көру керек. Айтқанда әуесқойда, кәсіпқойда қатар алып жүрмек ойың бар менің түсінігім бойынша. Бірақ енді қазақта мақал бар ғой. Енді мақалда бекер шықпайды, 2 кеменің басын ұстаған суға батады дейді. Дұрыс, ол да дұрыс. Енді құда қаласа көреміз. Енді қазір менің промоутерім Diamond Ring келесі жылы жұмыс жасаймыз деп айтып жатыр. Оған сенеміз. Құда қаласа январ айында дайындықты бастасақ, келесі жылдары жақсы жаңалықтар күтуімізге болады. 2016 жылы 3 жекпе-жек өткіздің кәсіпқой бокста. Енді үшеуінде де жеңіске жеттің. Екеуі 4 раундтық, біреуі 6 раундтық. Енді өте былай айтқанда сәтті жыл болды. Кәсіпқой боксқа жаңадан ауысқан боксшың, бұл жаман көрсеткіш емес. Бірақ содан бері біраз уақыт өтті. Жаттықтың ба осы уақытқа дейін? Қарағанды академиясының, ішкі министрлігінің Қарағанды академиясының Бәрімбек Бейсенов атындағы академияда жұмыс істеймін. Ол жерде спортқа өте жақсы көңіл бөледі. Күніне 2 мезгіл тренировка істейміз, жасап жүрміз, өз бабымызда жүрміз. Және де осы өзім бітірген Әлем Молдақұл интернатта бапкерім Аркадий Тапаев, заслуженный спорта, постоянно шақырып отырады. Дайындығымыз үзіліссіз дайындалып жүрміз. Негізі енді біз ішкі істер министрлігінің қызметкерлерімен бір абайлап сөйлейміз. Қорқамыз кішкене. Шын ғой. Бірақ енді Берікбай, сен өзіміз деп қабылдап отырмыз. Енді боксшы болғандықтан, спортшы болғандықтан. Осы уақытқа дейін не бітірдің? Осы уақытқа дейін жұмыс дейміз. Сол жұмыста болдық. Оқу, және де тренировка, жеке өмір, үйленгеннен кейін көп жанұяға көңіл бөлесің. Сені өз алдыңа жеке жаттығып жүр, жеке дайындалып жүр деп еститінбіз. Жаттықтырушың кім? Қазір кіммен жаттығып жүрсің? Заслуженный спорта Аркадий Тапаев,
Өзі интернаттағы тренерім, бала кезімдегі тренерім, бірінші тренерім, және соңғы тренерім, солмен дайындалып жүрміз. Бұрын 69 келді жұдырықтастың кәсіп қойды да, өсіп қойды да, енді сол шамалас болды. Бірақ одан бері енді біраз уақыт өтті, үзіліс әсер етпей қоймайды. Қазір салмағың қанша? Адам кішкене демалса, сразу жиналады. Өйткені организм үйреніп қалғанбыз де, постоянно тренировкада жарысқа шыққан екен салмақ түсіреміз, кішкене солай-солай. Қазір кішкене демалған екен, жинап алдым. 75-76 салмағым солай болып жүр. Құда қаласы дайындықты бастаймыз, орнына келемін деп ойлаймын. Алдағы уақытта қайта 69 немесе 72, немесе тіпті 76-ға барасың ба? Жоқ, алдағы уақытта құда қаласа салмағым менікі тез түседі. Әрекет жасасақ, құда қаласа 69-да бокстасам. Қайта 69-да? Иә, 66, кәсіпқой бокста 66-та 680 ғой, сода бокстасамыз. Осы жылы құда қаласы дайындықты дұрыс жасасақ, дұрыс питание құрсақ, кейде жемейтін нәрселер жемесек, ойлаймын салмағымыз түседі. Мақсатың не алдағы уақытқа? Маңдайымызды жазған болса, көп әрекет ету керек, көп еңбек ету керек. Бұлай болам деп айта алмаймын. Құда қаласа еңбек көрсетеді деп ойлаймын. Өткенге оралайықшы. Кәсіпқой бокста 3 жекпе-жек, одан кейін енді әуесқой бокста біршама белестерді бағындырдың. Артыңа қарасаң, көңілің тола ма, көзің тоя ма? Ол нәрсеге жете алмағандарым бар. Арманында біреулер бар, мысалы үшін Аллаға шүкір, бәрі де жақсы, еш өкінбейміз. Самое главное, әке-шешеміз аман, деніміз сау. Сұхбаттан түсінгенім, айтқандай, алдағы уақытқа жоспарың өте көп секілді. Келесі жылдан бастап Дайман Рингпен қайта бір серіктесті жаңғыртып, кәсіпқой боксқа қайта оралмақшысың. Келесі жылы қанша жекпе-жек өткізу ойда бар өзің? Құда қаласа, осы Дайман Рингтің өзі айтып жатыр, құда қаласа келесі жылы бір 4 жекпе-жек өткіземіз деген ойдамыз. Және де осы Қарағанды қаласында бір жекпе-жек өткізу ойымызда бар. Құда қаласа сол ойға, арманға жетеміз деп ойлаймын. Қол үзіліп қалғанымен жаттығудан көріп отырасың ғой, енді экранды қарайсың, интернетті қарайсың. Қазір қазақтың кәсіпқой боксына, аяқ алысына қандай баға бересің өзің? Бұрында енді бастап жүрген кезде 2015-2013-терде онша емес дамымаған еді кәсіпқой бокс Қазақстанда. Қазір өте дамуы күшті, әртүрлі турнирлар өздері ұйымдастырып, кәсіпқой кештерін жақсы өткізіп жатыр. Ойлаймын, алдағы мақсатта, алдағы жылдарда бұдан да жақсы дамиды деп ойлаймын. Қазақтың бокстары көбінесе сол Америкада дайындалып жүр, өте жақсы результаттар көрсетіп жүр, тәжірибелер. Бәрі қазақтың боксына көбісі қызығады. Енді Америка болғанда біздің боксшылардың бәрі қазір енді Америкаға барып жаттығып жүр ғой. Иә. Сені білеміз, тек қана Қарағандыда жаттығасың осы уақытқа дейін. Қашан Америкаға кетесің? Бар ма ойың, барғың келе ме? Білмеймін, алдағы ойда қалай. Енді для опыта дейді ғой, обмена. Может, барып қайтуға болады, көріп, құда қаласа. Пайдасы ет деп ойлайсың? Иә, пайдасы тигенде әртүрлі соперниктермен істесең, ол да бір пайдасы сияқты да. Мысалы, бір мықтымен, бір орташамен істеп, үйреніп, біреу солақай, біреу оңақай, бәрін көру керек деп ойлаймын. Потому что өмірде алда үлкен-үлкен жекпе-жектерге керек болады деп ойлаймын. Өзің енді мықты деп санайтын топ 5 боксшыны айтып берсең. Бірінші әрине ол өзім жерлесім Геннадий Головкин. Майқұдық, 14-ші микрорайоннан. Екінші, мен ойлаймын, Ломаченко. Украина, иә. Үшінші, бұрынғы Рой Джонс. Или қазіргі ма? Қазіргіні Усик. Александр Усик. Иә. Сосын Гвоздик. Украинаның жанкүйерісің ғой сен? Иә, Украинаның жанкүйерім, прям олар өте еңбекқор и әдемі бокс жасады. Школасы ұнайды маған. И Круз. Или кәсіпқой ғалымда ма? Кәсіпқой бокс, иә. Болды деп ойлаймын осы төртеуі. Осы сенікі төртеу, бесінші санамайсың. Бесінші Берікбай Нұрымбетов. Құрметті боксер қауым, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Берікбай, сенің алдағы карьераңа сәттілік тілейміз. Келесі маусымда сенің 4 жекпе-жегіңде біз жанкүйер боламыз. Ал біздің бүгінгі бағдарламамыздың демеушісі Аврора компаниясы Акмасеп сауда белгісімен. Құрметті бокс жанкүйерлері, осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Берікбай Нұрымбетовтың карьерасына қандай баға бересіздер, пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Сондай-ақ Open Ring YouTube арнасында лайк басыңыздар, еңбегіңізді ескеріңіздер. Алдағы уақытта қайта кездескенше қош сау болыңыздар.